Орныңыздан тұрыңыздар балалар. Енді ары қарап апайларымызбен амандасып алайық деген қонақтарымызбен амандасып аламыз. 1, 2. Отыра қойыңыздар. Балалар, бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Олай болса, ертеңіне тамашалауды бастайық. Келе қойыңыздар. Бұл шыдам кіріп. Ай мен күн. Соның өткен заманда біреудің ай сұлу және күн сұлу деген екі қыз болды. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу еді. Бірінен бір асқан сұлумын деп, бірімен бір үнемі ұрысып, жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні күн сұлу істеп отырған ай сұлуға тиісіп, сенен мен сұлумын дейді. Ал Айсұлу болса, жоқ, сен сұлу емес, мен сұлумын деп таласады. Ақыр аяғында бұл талас үлкен шақаққа айналады. Ызақсып әбден ашуланған күн сұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алды. Күн сұлу тырнағыныңдағы Айсұлудың бетіне үш-үстей болып келді. Міне содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастықпен қатты ұятқа батқан күн сұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен күн сұлу біріне бірі көрінбей, бірінен бірі жасырынып аулақтар жүреді екен. Мінекей балалар, өте керемет. Балалар, бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы күн мен түн неліктен алмасады деген. Олай болса балалар, топқа бөлініп ала қояйықшы. Келіп мына жерден өзіңіздің тәттілеріңізді ала қойыңыздар. Асықпай келіп аламыз. Балдар, қандай сөздер жазылған екен? Бірінші мына топтан сұрауға қандай сөздер жазылған екен? Айта ғой. Көлеңке, нұр, жарық, ыстық, балдар. Бұл қай мезгілге, қай кезге жатыр? Күн, сосын жаз, жазда не болады балдар? Ыстық болады, онда сіздердің тобыңыз күн тобы болады екен балдар, жарай ма? Ал енді мына жақтағы сөздерді қарайықшы қане? Ай сөзі бар екен тағы. Ұйқы, үкі. Мінеке балдар қараңызшы, бұл сөздер қай кезде қолданамыз? Қай уақытта? Қараңғыда, онда не болады ол? Ана топ күн болды, мына топ? Ай болады тағы. Бүгінгі тақырыбымыз қалай болып басталды? Күнмен? Жоқ. Түн болады онда балалар. Ал жақсы, мына жақта қандай сөздер бар екен? Сағат, минут, таң. Ал енді бұлар қалай, қай уақытта қолданамыз? Тәулік деген, онда сіздердің тобыңыз тәулік деген топ болады екен балалар. Жақсы. Ал біздің өзімізді Қазақстанымызда ғарыш келетін. Мінеке балалар қараңызшы, бұл жерде бізді ғарышкерлерімізде ғарышта не істейді балалар? Ғарышты зерттейді, тек қана ғарышты зерттеп қоя ма? Нелерді зерттейді? Күнді, айды. Жақсы. Ал бізде неше планета бар еді? Ал айтам. Атын айта ғой, жақсы. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран. Жақсы. Ал енді балалар біздерде неше ғарыш бұл? Неліктен? Қараңызшы балалар, олай болса мінеке біздердің ғарыштарымыз төбемізде тұр, қанша екен санаңызшы ғарыштарды?
bizim mınауымыз не екен балдар? Күн екен, ал мына жерде? Ай. Енді күн қай уақытта шығады? Күндіз. Ал ай? Түнде. Жақсы, олай болса балдар, сіздерге топтық жұмыс беремін. Қазір әрқайсыңыз топпен жұмыс жасайтын боласыздар. Бірінші кітабыңызды ашып алыңыздар. Кітабыңызды ашып алыңыздар. 28-ші бетті ашамыз, мына жерде қараңызшы, бүгінгі біздің тірек сөздерімізді қараңызшы балдар. Не бар екен тірек сөздерімізде? Ось, қаули екен, олай болса, мына жерде бірінші топқа, мына жерде Эврика Негешен қолындағы тізіммен табиғи жарық көздерінің аттарын табуды сұрады дейді. Енді бірақ ол мысықпен ойнап отырып, сүт төгіп алған екен. Ал енді мына жердегі сіздердің ең керекті сөзіңіз табасыз. Қандай сөздер бар екен? Ал мына екінші топқа ойлан дейді. Егер жер айналмай бір орында тұратын болса, не болар еді? Топпен ойласып, дұрыс, нақты, әдемі. Ал енді мына жерде күн мен түннің ауысуы. Неліктен күн мен түн ауысуы? Жоқ, бұлай ауысуы. Жоқ, қараңызшы балдар. Олай кезде қолымызбен үш рет бәріміз біргелікте. Ал айтамын. Күн, күн неліктен күн болды? Күннен қандай не білесің? Сәуле, нұр. Тағы? Шуақ. Қандай? Шуақ. Шуақ. Энергия. Жарық, күннен жарық. Енді қараңызшы балдар, мына жерде неліктен күн мен түн алмасады? Сіздің топ емес, мына топтық еді ғой, ал қолымызды қалай дайынбыз ба? Ал көрейінші қалай дайынсыздар? Қалай көрсетеміз? Ал неліктен ауысады? Неге алмасады? Бір орында тұра берсе, жер ыстық болып кетеді, ол кішірейіп кетеді. Ал егер жаңағы өртеніп кетуі мүмкін, тек қана күннің ыстығымен. Ал енді түн болған кезде қалай болады? Күн суық, аяз, қараңғы болып кетеді, жақсы. Ал енді мына топ балалар қандай еді? Егер жер айналмай бір орында тұратын болса, не болар еді дейді. Ысып кетеді, ал жерде жаңағы біздің ана тобымыз шатасты, күн мен түннің ауысуы. Қарайықшы. Күн мен түннің ауысуы. Егер мысалы түнде біздерде күн шығып кетсе, не болады? Онда түніміз не болады біздің? Күн шығып кетсе түнде. Мысалы айдың орнына күн шығып кетсе. Сәуле тұрады. Ол сонда біздің түніміз бола ма? Жоқ, күніміз болады. Ал егер күн шығатын кезде таңертең ай болып тұрып қалса не істейміз? Онда қараңғы болып тұрады, жақсы. Күн мен түн ауысып тұруы екен, балалар. Кластер әдісі арқылы, бұл жерде сіздер сөздерді табасыздар. Жақсы ма? Қандай сөздер бар екен? Болған бұл. Жұптарыңызбен айтасыздар. Жазсаңыздар да болар басына. Тыныш отырамыз, қаттай қаламаймыз. Жұппен істейміз. Жұппен істейікші, әке біреуін бере ғой. Қасыңыздар, досыңызбен жасаңыз. Қандай сөздер шығады? Сызсаңыз да болады, жазсаңыз да болады. Қандай сөздер болады екенсіздер? Дұрыс глобус. Болғандарыңыз қолыңызбен әлде
күндіз, күн, глобус, жыл. Жақсы, өте тамаша. Тағы кім тапты? Тәулік, глобус, жыл, күндіз, күн. Өте жақсы. Мына топтан болған бар ма? Тағы кім болды? Қай жұп болды тағы? Глобус, түн, тәулік, жыл, күндіз. Жақсы, өте керемет. Тағы. Таптыңдар ма балдар? Тәулік. Келесі. Болыңдар ма сендер? Болыңдар ма? Апай, Болдық па? сабақ. Қалым саппен, әлде қолымыз қошеметімізбен. Жақсы алайда ол. Глобус, түн, жыл, тәулік. Жақсы. Тағы таптыңдар ма? Абдрахман. Басқа сөз тауып қойдыңдар. Қандай сөздер таптыңдар? Қандай сөздер таптыңдар? Мөлдір, қандай сөз таптың? Глобус, Түн, жыл, сосын? Өте жақсы. Ал кім көп сөз тауып жатыр? Сіздерге мына балдар 3-ақ сөз тапты, е? Ал сіздер неше сөз тапты? Алда өйден, е? сізге екі сөз керек. Апай, күндіз дегеннің күн зат болды. Болдық па? Тағы тапқандар бар ма? Жәнекте. Күн дегенді таптық. Нұрдәулет, қандай сөз таптың? Тәулік, жыл, күндіз. Жақсы, өте жақсы. Қандай сөз таптың? Жақсы. Ең көп сөз тапқан кім екен балдар? Апай, біз алты сөз таптық. 6 сөз таптыңыз. Болды 6 сөзсіз. Түсіндік пе енді осы дегенімізді? Жақсы. Екінші, жер шарының моделі. Жер шарының моделі. Жақсы, оны бәріміз біледі екен. Еді, тәуліктің қараңғы уақыты. Ал еді, келесі тәуліктің жарық кезі. Күн бола ма, әлде күндіз бола ма? Ал енді кеште қалай болып айтылады? Қараңғы, кеш деп, өте жақсы балалар. Қимыл әрекетін жасаймыз. Өте керемет. Көңіл күйімізді көтереміз. Әдемі ғой қолдарымыз. Бұл күні күн экватордың дәл төбесінде тұрады. Бір уақытта екі жартышарға бірдей жарық түседі. Күн мен түннің ұзақтығы жерде 12 сағатқа тең болады. Солтүстік жартышар үшін көктем, ал оңтүстік жартышар үшін күз басталады.
22 маусымда жер білігінің солтүстік жағы күнге қараған. Күн Шаян тропигінде дәл төбеде орналасады. Солтүстік жартышар осы уақытта көп жылумен жарық. Солтүстік жартышарда ең ұзақ күн, ал поляр шеңберінен ары поляр күні басталады. Осы жартышарда жаз басталады. 22 маусымда оңтүстік жартышарда ең қысқа күн болады, ал поляр шеңберінен ары поляр түні болады. Бұл жартышарда қыс басталады. 23 қыркүйекте күн экваторға екінші рет дәл төбеден түсіп, жердің барлық аймағында күн мен түннің ұзақтығы 12 сағатқа созылады. Солтүстік жартышарда күз басталады, ал оңтүстік жартышарда көктем басталады. 22 желтоқсанда жердің білігі күннен ауытқығанда күн сәулесі тау-ешкі тропигіне перпендикуляр түседі. Оңтүстік жартышарда жаз, ал солтүстік жартышарда қыс басталады. Солтүстікте поляр шеңберінен ары поляр түні болады, ал оңтүстікте поляр шеңберінен ары поляр күні байқалады. Қорқпай күн мен түні теңелетін мезгілдері, әр мезгілде өздері не алып тұрады екен болған, күн мен түн теңеліп тұрады екен. Олай болса кітабымызда қарашы, жаңағы видеороликтің есі жазылып тұр. Қарашы. Наурызда, біздерде қазір келе жатқан айымыз қандай ай? Наурыз. Қай мезгіл? Көктем. Ал қай уақытта күн мен түн теңеледі екен кітабымызды қарайықшы балалар? 21 наурыз бен 22 қыркүйек дейді. Ал қыркүйек қай мезгіл еді? Күзде екен. Ал енді қараңызшы балалар, жылдың ең ұзақ күні 22 маусым дейді. Бұл қай мезгіл? Жаз екен. Енді қарап, ал 22 желтоқсан қандай дейді? Қыстың уақыттың ең ұзақ түні екен балалар. Өте жақсы. Енді қараңызшы балалар, алдарыңызда глобустар тұр. Ол не екен балалар? Жер шары. Ол жер шарында нелер бар балдар? Елдер бар екен. Енді қарашы, глобус жер шары болып айналып тұр. Күн мен түнде не істейді балдар? Айнала ма, бір жерді тұрып қала ма? Айналады екен. Олай болса, қазір біздер мына жерде тәжірибе жасап көрейікші балдар. Қазір дәл осы тұрған жерінде қараймыз, қолдарына әр топта фонарик тұр. Өзіміздің елімізді тауып алайықшы балдар. Біз қазір қай елдеміз? Қазақстанда екен. Ал Қазақстанда қазір біздер не болып тұр балдар? Жарық, күн түсіп тұр, күндіз екен. Ал басқа егер осы жерде бізде күн түсіп тұрса, басқа елде не болып тұр балдар? Түн болып тұр екен. Мінеке, көрдіңдер ме балдар? Күн мен түн осылай алмасады екен. Жақсы, олай болса, егер енді қараңызшы, жақсы. Енді қараңызшы балдар, мына жерде әрбір глобусты жағып қарап көріңізші балдар. Жағып қараңызшы. Жанды ма бәрі? Ал егер барлық жерде осындай күн шығып тұрса, не болар деп ойлайсыз? Жер өртеніп кетеді, күн ысып кетеді барлық жерде. Ал егер олай болса, өшіріп көрейікші кәне балдар. Ал өшіріп көрдік, жарық жоқ, не болар еді? Қараңғы болады, аяз болады екен. Ал біздер сол үшін бір мезгілде күн шығу керек па, бір мезгілде түн шығу керек па? Қалай ісің? Күн мен түн ауысып, орын ауысып тұру керек. Өйткені бір уақытта күн шығып кетсе, онда дүние жүзінің барлығы не болады? Өртеніп кетеді, ыстық болып кетеді. Ал егер күн шықпай түн болып қалған кезде қараңғы болып аяз болып қалады. Сол үшін біздерде күн мен түн не істеп тұрады екен балалар? Енді қараңызшы, мына жағымыздан бізде күн шығады. Күн қай жақтан шығады? Шығыстан шығады екен. Ал айымыз қай жақтан? Күн шыққан кезде ай шығады ма? Орын ауысады. Күн деген күндіз шығады екен де, ай қай уақытта шығады? Түнде шығады
аяқталды.